Ағайдың сабағын маған алып кету, жаңа ағайдың сабағына қатысып, осы сабақты алып кету маған қиындық туғызып жатқаны жоқ. Хотя жас баламен мен түнгі сағат 11-12-де баламды ұйықтатып, сосын сабақ дайындаймын. Сағат 2 сағат көлемінде сабақ дайындаймын. Таңғысын ол само собой ерте тұру, ол қалыпты жағдай бізде. Енді бір нәрсені мен түсіндім. Мен ағайдың сабағынан, например, кәсіпке байланысты сұрақтарым көп болғандығы, кәсіппен айналысу керектігін, яғни сезініп, сол жайлы көптеген сұрақтар, көкейімде туындап жүрген сұрақтардың сол ағайдың сабағынан аламын деген мақсатта ағайдың сабағына жазылған болатынмын. Ал ағайдың сабағының басынан бастап көргелі, ағайдың сабағында да негізінде түп санамен жұмыс істеу нелерін көріп жүрмін. Яғни ойды өзгертіп, өмірді өзгертуге және де жақсы нәрсені ойлауға, позитивті волнада жүруге, негативті ойлардан арылуға деген сияқты. Ал мен жаңа Айнұр Тұрсынбаеваның 3 айлық марафонда жүргенімдіктен бұл маған өте бір ұнап жатыр сабақ. Өйткені екі жақтың сабақтары да маған комплексный сабақтар болып келеді. Айнұр Тұрсынбаеваның сабағында көбірек жақсы жар, жақсы ана, жақсы келін атануға үгіттесе, ағайдың сабағында да тура осы сабақтарды қамтып, осы тақырыптарды қамти отыра жеке өзіңнің кәсібіңмен айналысуға мүмкіндіктер туғызады. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Сабақтар өте қызық өтіп жатыр, өзіме өте ұнап жатыр. Жеке блокноттар арнап әрқайсысына жеке сабаққа дайындалып, жазып, сызып жүрмін. Алдағы уақытта нәтижесін көремін деп, февраль айында мен уже нәтижесін көргім керек деп өзіме шешім қабылдап қойғанмын. Өйткені мен бұдан алдында да бизнес бастау мектебінің салам инстаграм курсында оқып шықтым. Вот именно сол курсты мен нәтижесін осы февраль айында көргім керек деп өзіме шешім қабылдап отырмын. Рахмет сіздерге.